сіздермен кездескенімізге өте қуаныштымыз. Енді ол былай қарағанда кез келген осындай қуаныш, осы кездесуді ылғи сөйтіп бастаймыз ғой, көргенімізге қуаныштымыз, қауышқанымызға қуаныштымыз деп, ол енді қазақтың жақсы сөзі, шынында да бір дидар ғайып дейді, бір-бірімізбен кездесіп, ақылдасып, сөйлесіп, сұхбаттасып, бұл бір бәрімізге ортақ бір іс-шара бүгінгі. Себебі қазір білесіздер, мемлекетімізде Қазақстан Республикасында үлкен саяси қоғамдық өзгерістер болып жатыр. Әзірге халық енді не болар екен деп күтіп отыр. Себебі Конституцияға өзгеріс енгізілді. Конституция біздің ата заңымыз. Бұл Конституция, білесіздер, 1 шілдеден бастап іске асып, мемлекет басшысының жарлығымен, бұрынғы 95 жылғы Конституция, білесіздер, қанша рет өзгеріс енгізіліп, енді осы Конституция бұл жаңа Конституция деп айтуға болады. Халықты Конституция деп жүрміз. Енді халықтың күтері көп, себебі Конституция ол бүкіл мемлекеттің негізі, ата заңы, басты заңы. Сол Конституцияға сәйкес, соның қағидаттарына сәйкес өте көп заңдылықтар, көп қағидаттар өзгереді. Соған байланысты мемлекетіміз қазір барлық қоғамдық ұйымдар, Астана қаласының әкімдігі осыған қатты көңіл бөліп отыр. Себебі біз осы ата заңымыздың негізгі қағидаттарымен таныс болуымыз керек. Не өзгерейін деп жатыр, соны білгеніміз дұрыс. Мақсатымыз осы қоғамдық ортада елімізде болып жатқан әртүрлі өзгерістерді, реформаларды түсіндіру, сол сіздермен сұхбаттасып, пікір алмасу, сіздердің ұсыныстарыңызды мемлекеттік басшылық органдарға жеткізу деген сияқты миссиялар. Жалпы Астана онлайн деген әлеуметтік жоба болған, 2 жыл жүргіздік. Сол жоба аясында да осы белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарымен біз көп жұмыс істедік. Сіздерге енді бірінші рет келіп отырмыз. Бірнеше аудандағы орталықтармен жұмыс істегенбіз. Бізге ұнайтыны өте шынында да белсенділік сіздерде бар. Кездесу барысында жай ғана тыңдаушы емес, өз ұсыныс пікірлеріңізді айтып, кәдімгі белсенділік танытқан бұл азаматтық белсенділік өте маңызды. Сол тұрғыдан бүгінгі біздің кездесуімізде сондай форматта өтеді деп ойлаймыз. Біз енді осы Конституциядан бастағалы отырмыз. Мен енді қазір қазақ тілінде сіздерге бір хабарлама жасап, слайдтардың негізінде осы бірінші Конституция туралы, одан кейін негізгі акцент, негізгі басымдық, ол заң мен тәртіп идеологиясы. Осы туралы айтпақшымыз. 1 шілдеден бастап Конституция іске аса бастады, жүзеге асырылып, өмірге енді. Қазір енді соның аясында 23 тамызда үлкен сайлау болайын деп жатыр, білесіздер. Тіптен парламенттің аты өзгеріп кетті. Бұрын парламент дейтін едік, шетелдің тілімен енді өзіміздің құрылтай деген әдемі тілге ауысып жатырмыз. Қазақи ұлттық соған форматқа. Бұрынғы 2 палаты қазір 1 палатаға ауысады. Шынында да 2 палаты ол бір сәл түсініксіздеу жағдай болатын. Біздің еліміз ол моно ел, жаңағы, яғни көп федеративті ел емес. Сондықтан бір ғана палата болғаны дұрыс болатын, бірақ осы уақытқа дейін сол 2 палата сақталып келді, енді қазір 1 палата болды. Ең үлкен өзгерістің бірі сол. Ал енді Конституцияның мазмұнына келетін болсақ, сіздер енді біраз танысты деп ойлаймын, қызығушылық білдірген шығарсыздар. Біріншіден преамбула деген нәрсе бар, ол Конституцияның кіріспесі. Осы кіріспесін қазір мен түгел оқып, оны сіздерге таныстырмай қойын, бірақ кіріспесін бағдарлап қарасаңыздар, әрбір сөзінде үлкен мағына бар. Біз өзіміздің тәуелсіз ел екенімізді, тәуелсіз ұлт екенімізді, байырғы қазақ даласында, кең байтақ даласында мемлекет құрған, сол жаңағы бұрынғы көшпенділер өркениетін жалғастырушы 1000 жылдық, жаңағы 100 ғасырлық тарихы бар мемлекет екендігімізді осы преамбулада жаздық, және біздің өзіміздің осы мемлекетті қоғамдық дамуда
қандай қағидаттарды ұстанатынымызды оның ішінде ең бастысы айтып отқанымыз мына бірінші бап, бұл Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет деген 4 сөз жазылып тұр. Демократиялық деген, зайырлы деген, құқықтық және әлеуметтік деген. Көріп отырсыздар, 4 сөздің де мағынасы бар. Енді одан оң жағындағында мына бірінші бапта адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең жоғары құндылығы деген сөз жазылды. Бұл бұрын тура осы сөз болатын. Мен сіздерге қызық айтайын. Бұрын тура осы сөз болатын, бірақ ол жерде ең соңғы сөз құндылық болмайтын, қазынасы деп айтылатын. Қазына деген сөз құндылық деген сөзге ауысты. Мен ылғи айтам, ұлттық құндылықтар академиясын құрған кезімізде, кім өзгертіп жіберген? Тұра берсін, мен өзім айтам. Осы адам деген адамды басты құндылық деп жариялауды біз ұлттық құндылықтар академиясы ұсынған болатын 23. Себебі, Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады деген. Шын мәнінде біз адамды қадірлеу бірінші. Кез келген адамды қадірлеу. Мен Финляндияда болғам. Сонда бір вице-президентінен, вице-министрден сұрағанда, сіздердің ең басты ұстанымдарыңыз не, қалай мықты дамып жатсыздар дегенде, біз мына кішкентай баладан бастап үлкен қарияға дейін, біз 5 миллион халықпыз. Ең басты құндылық сол мына кішкентай баладан үлкен қарияға дейінгі адамды біз қадірлейміз. Оны еліміздің адами капиталының ең басты элементі деп бағалаймыз дейді. Көрдіңіз, әр адамды қадірлейді екен. Баланы оқытқанда, ол бала нашар оқиды, немесе тәртібі нашар, немесе отбасы, әлеуметтік жағдайы, денсаулығы еш нәрсеге қарамайды. Әр баланы керемет капитал деп, құндылық деп есептейді екенде, соны оқыта береді екен, барлық жағдайын жасайды. Ақша аямайды одан. 1 жыл оқытатын баланы 2 жыл оқытады екен. Қажет болса қосымша көмек көрсетеді. Сөйтіп, әр баланы керемет қылып жаңағы кірпіш болып қаланғанға дейін сөйтіп азамат қылып тәрбиеледі. Сондықтан міне осы саясат бізге енді келді деп есептеуге болады. Адамды басты құндылық деп жариялап, осы конституцияның ең үлкен қағидасы деп есептесеңіздер болады. Сондықтан мына преамбулада жаңа мына адамды басты құндылық деп жариялағанымыз ол конституцияның ең бір үлкен өзгешелігі деп айтылады. Келесі слайд қойсақ. Енді осы азаматтардың мына жаңағы адамның басты құқығы құндылық деп жариялағаннан кейін оның құқықтарын қорғау, бостандықтарын қорғау мемлекеттің басты міндетіне айналып отыр. Міне осы тұрғыдан алғанда қазір енді шығатын жаңа заңдардың барлығы осы қағидаттар негізінде шығатын болады. Міне осыны ескеруіміз керек деп ойлаймын. Яғни осының ішінде жаңағы заң мен тәртіптің басымдылығы келеді. Яғни заң баршаға ортақ, барлық адам үшін заң деген міндетті түрде орындалуы керек. Заң мен сот алдындағы теңдікті, жаңа мен айттым. Одан кейін өмір сүру құқығы, адамның өмірін қорғау. Біз қарасаңыздар, адамның өмірі басты құндылық дейтін болсақ, адамның өмірін сақтау, денсаулығын қорғау, оған денсаулығын сақтауға жағдай жасау мемлекеттің міндетіне айналады. Денсаулық сақтау саласы дамуға тиісті, сорадағы заңдылықтар. Енді Құдайға шүкір деп айту керек, көп елдерде мысалы көріп жүрміз. Мысалы біздің осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының өзі үлкен феномен деп есептеуге болады. Біз мемлекет еңбек етіп, осындай зейнетке шыққан кісілерге қандай қамқорлық жасап жатыр. Бұл көп елде жоқ, айтайын. Көп елде жоқ. Міне осының өзі жаңа адам өміріне деген қамқорлыққа жатады. Бұл әрі қарай дами беретін болады деп ойлаймын. Енді мынау қауіпсіздік мәселесі адам өмірін сақтауда өкінішке орай бізде осы жағы кемшін тұс деп айтуға болады. Европамен салыстырғанда Қазақстанда мына авариядан қайтыс болатын адамдардың, мерт болатын адамдардың саны 11 есе көп екен. Яғни ояқты бір адам өліп жатса, мына жақта 11 адам. Білесіздер, тек қана транспорт авариясы емес, суға кету, өртену, толып жатқан бір жерден құлап кету, производствода өте көп.
Осы мәселе бізде Қазақстанда кәдімгідей проблема. Сондықтан бұл мәселеге қазір адам өмірінің қауіпсіздігін сақтау мәселесіне қатты көңіл бөлініп, алдағы уақытта іс-шаралар атқарылатын болады. Жеке бастың бостандығы мен оның қол сұғыл. Мынау қазіргі интернет заманында адамдардың жеке мәліметтерін сақтау, құпиясын сақтау, жеке өміріне қол сұқпау басты маңызға еге болды. Бұрын ол проблема болмаған, білесіздер ғой. Қазір кез келген адамға өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді беру қауіпке айналды. Ол арқылы сізге енді біз осы жыл бойы өткізген осындай кездесулерде мынау парламент депутаты, мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов көп өткізді. Мынау кибер қауіпсіздік мәселесі, яғни алаяқтар, мошенниктер дейміз ғой. Солармен алданып қалған өте көп адамдар бізге келіп кездесу өткізді. Сонда қарап отырсаңыздар, бүкіл отбасы мен бала шағасы, туған туысқанның барлығы жаңағы неге кіріп кеткен? Мошенниктердің алданып, кредитке кіріп кеткен. Бәленбай миллион. Олар енді қалай шығатыны өте қиын. Оны мемлекет қорғайын десе, ол жеке өзі келісім шарт жасап, өзінің еркімен кіріп кеткен, көрдіңіз бе? Оны соттағанда да айтады, енді сіз өзіңіз еркіңіз. Сондықтан қазіргі кезде осы мәселеге назар аударып, адамдардың жеке бас жаңа қауіпсіздігін сақтау мәселесі. Енді ар-намыс, қадір қасиетін сақтау, сөр бостандығы деген нәрселердің барлығы түсінікті. Енді әлеуметтік экономикалық мәселесінде жаңағы еңбек етуге, енді мына отбасы туралы айтқымыз келеді. Келесі слайдқа қойсаңыз. Отбасында арнайы 30-шы мынау не бап күшейтілді, 30-шы бап күшейтілді. Ол жерде қандай нәрсе енгізілді? Мен сіздерге бір нәрсеге басты назар аударғым келеді. Ол жерде отбасы дегеніміз еркек пен әйелдің арасындағы тең құқылы және өз еркімен құрған жаңағы жанұясы деп атылды. Осы не 30-шы. Еркек пен әйел деген сөз әдейі жазылды. Қазір еркек пен еркек, әйел мен әйел отбасын құратын жағдай болып жатыр. Мына батыста өте көп кәдімгі қалыпты жағдайға айналып баратыр. Сондықтан Қазақстан осыдан сақтану үшін әдейі отбасы дегенді еркек пен әйелдің арасындағы деп әдейі жазып отыр. Содан кейін тең құқылы деген сөз бар. Содан кейін өз еркімен деген сөз бар. Қазір мынау қыздарды алып қашу, зорлық, зомбылық жасау дегенде көп, өкінішке орай. Сондықтан өз еркімен. Егер өз еркімен болмаса, ол сот алдында жауап береді, мемлекет алдында жауап береді. Және осы отбасына, әкеге де, анаға да, балаға да мемлекет қамқорлық жасайды деген қағидаттар осы 30-шы бапта енгізілген. Тағы бір ерекшелігі, кәмелетке толған балалары, еңбекке жарамды балалары жаңағы өзінің ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті деген сөз енгізілді. Бұрын ол болмаған. Көрдіңіз бе? Бұл біз қазағымыздың дәстүріне сәйкес жасалып отыр. Бұрын енді кәмелетке толады, әке-шешесін тастап бет-бетімен кететін жағдайлар көп кездеседі, басқа ұлттарда бар. Ал енді бізде өзі ұлттық дәстүріміз осы жарық дүниеге жаратқан әке-шешесіне қамқорлық жасау әр баланың парызы деген сияқты. Керісінше ата-анасы баласының тәрбиесіне жауап береді деген сөз де бар. Енді осы Конституциядағы осы екі ғана слайд арқылы мен көрсетіп, Конституцияның басым бағыттары туралы айтып отырмын. Ал енді ары қарай мынау заң және тәртіп мәселесіне келетін болсақ, арнайы 25-30 жылдарға арналған үлкен тұжырымдама қабылданды. Міне қараңыздаршы, 25-30 жыл. Бұл үкіметтің 200-ші қаулысымен 1 сәуірде бекітілген. Бұл мемлекет басшысы арнайы 24 жылғы өзінің Қазақстан халқына жолдауында біздің басты қағидатымыз жалпы мемлекеттің заң мен тәртіп болу керек деген тұжырым жасады. Оған мен ойымша осы тұжырымға кез келген адам келіседі. Солай ма? Заң болмаған жерде, яғни заңдылық болмаған жерде және тәртіп болмаған жерде мемлекет те, қоғам да, адам да, бала да, үлкен кісі де дұрыс өмір сүре алмауы мүмкін. Сондықтан біз осы қағидатты енді барлық жерде қолдануымыз керек, іске асыруымыз керек. Бауыржан Момышұлының сөзі бар ғой, білесіздер ғой. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген сөз бар. Құл болмағанда енді не в прямом смысле құл болып кету емес,
жалпы жақсы өмір сүре алмайды деген сөз ғой. Тәртіп болмаған жерде қоғам дұрыс болмайды. Ол іріп шіріп неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан міне заң мен тәртіп осы екі сөз қазіргі мемлекет басшысының ең басты ұстанымы, және осы бойынша арнайы тұжырымдама жасалып, оның ішінде оны мынау ішкі істер министрлігі осыны әзірледі, осы қағиданы, осы тұжырымдаманы. Бұл бір үлкен мемлекеттік идеологияға айналып отыр, түсінсеңіздер. Идеология деген сөз барлығымызға ортақ нәрсе деген сөз. Және мемлекет соны өзінің барлық заңдарымен, барлық мемлекеттік органдарға тапсырма бере отырып, іске асыруға тырысады. Енді келесі келесі осы идеологияның 4 негізгі қағидаты, ол заң мен тәртіптің басымдығы. Адал азамат қағидасы, онда естіп жатсыздар. Таза Қазақстан, бұл тек қана әлгі көшені сыпыру емес, жалпы ардың тазалығы, қолдың тазалығы, жүректің тазалығы, жан-жағымыздың барлығы таза болу керек. Беретін біздің тәрбиемізде тазалыққа үйрету керек. Халық үніне құлақ асатын мемлекет деген, ол мемлекеттің халықпен байланысы. Бұрыннан айтылып кеткен нәрсе, көп адам оған сенбейді, өкінішке орай. Ой, мемлекет бір бөлек, халық бір бөлек. Ол проблема бар, оны ашық айтуға болады. Осы уақытқа дейін болған, бірақ қазіргі жалпы бағдар, осы идеологияның бағдарының бірі халық пен мемлекеттік органдардың арасындағы байланысты күшейту бағыты алынып отыр. Бүгінгі өткізіп отқан іс-шарамыздың өзі, жаңаға мен айтып отқан Астана онлайн 2 жыл бойы жүргізілген жобаның өзі, қаншама біздің жаңа депутаттарымыз келді осында ашық алаңға. Мемлекеттік органдардың кәдімгі чиновниктер, министрлер, вице-министрлер келіп, комитет басшылары келіп, халықпен кездесулер біз ұйымдастырдық. Сіздердің араларыңызда қатыспаған кісілер болуы мүмкін, қатыстыңыздар ғой, мысалы. Қандай өте өзекті мәселелерді. Осы жұмыс ары қарай міндетті түрде жалғаса береді. Қазір көріп отырсыздар, Алматы қаласының әкімі қандай, көріп отырсыздар. Міне жаңа әкімнің форматы. Күнделікті көшені, анау өзеннің жағасын аралап, барлық халықтың арасында жай галстук жоқ, жай киім киіп алып, адамдармен сөйлесіп, солардың айтқандарын тыңдап жүр. И Тоқаев мырза айтты, барлық әкім осылай болу керек дейді. Анау кабинетте, салқын кабинетте кондиционерді қосып отыру емес, терезеден қарап. Халықтың арасында жүріп, қарапайым киім киіп, солардың мұң-мұқтажын тыңдау. Сол кезде бар жұмыс жүреді. Әйтпесе қымбат көлікке мініп алып, мен бір рет көргем, бұрынғы бір кезде мемлекет басшысының бір жолдауы болды. Енді жолдау. Соны телевизордан көрсетіп жатыр. Түркістан облысында ана бейшара халық ана мақта теріп жатыр. Күннің қайнаған ыстығында әйелдер біраз бір 20 шақты мақта теріп жатыр, ана қиналып, сөйтсе джиппен көрдіңіз бе? Үлкен қара машиналармен галстук таққан, костюм киген чиновниктер келіп, аналардың қасында бүйтіп тұрды. Сол бұл кісілер не істеп жатыр десе, мемлекет басшысының жолдауы мына кісілерге түсіндіріп жатыр дейді ғой, көрдіңіз бе? Ал енді не болды сол? Ана кісіге сондай көзқараспен қайдағы жаңағы жолдау, ол кісілер мен қарым-қатынасы жоқ деген сөз. Аналар жаңағы түйенің үстінде тұрып, оларға ақыл айтып тұр. Сондықтан бұндай жағдай болмасқа тиісті, жаңағы сатып алды сияқты біздің қаланың әкімдері осылай жүрсе қандай жақсы. Енді 5 негізгі бағыт мұнда көрсетіліп тұр. Оқысаңыздар болады, көріп отырсыздар. Яғни бұл неде тұжырымдамада осындай бағыттар нақты анықталып, заңға бағынатын мінез құлық, яғни біз заңға бағыну мәдениетін дамытуымыз керек. Ой, заң бір бөлек, қоғам бір бөлек емес, кез келген жерде заңға өте мәдениетті болуымыз керек. Бізде енді заңдық, құқықтық сауаттылық дейміз ғой, осы мәселе сәл кемшін қалып жатқан. Біз көп жағдайда өзіміздің құқықтарымыз бен міндеттерімізді біле бермейміз. Қауіпсіз және қолайлы өмір сүру ортасын жасау. Жаңа мен айттым, кез келген жерде. Құдайға шүкір, Астана қаласында қауіпсіз ғой, байқайсыздар ма? Қала қауіпсіз қала. Түнде де жүре беруге болады. Ал осыдан бір 20 жыл бұрын, 90-шы жылдардың сұмдығын айтпай қойыңыз. Жан-жағымыздың бәрі рекет болған, бандиттер болған. Қазір Құдайға шүкір оның ешқайсысы жоқ.
иә, қазір мәдениет өсті. Өзі мен ылғи айтамын, мына театрларды, спорт сарайларын, мәдениет сарайларын көбейтсе, халықтың мәдениеті де көбейе бастайды. Анау опера, балет театрына барғанда еш нәрсені тастамайсыз ғой полға, ана жалтырап тұрған әдемі жерде. Немесе ол жерде түкірмейсіз. Өзіңізді өзіңіз түппен басқаша сезінесіз. Сол сияқты сондай орта көбейе беру керек. Ол жерде тәртіпте, тазалықта және жаңағы денсаулықта бәрі жақсы болады. Билік органдарының ашықтығы, қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қазір білесіздер, шын мәнінде мынау мемлекет басшысы қайта цифрландыру деген мәселені айтып жатқаны, мынау онлайн байланыс өте пайдалы қазір. Бір жерге барып, бір арыз шағымыңда автобуспен барып, шаршап шалдығып күннің ыстығында, қазір оның ешқандай қажеттігі жоқ. Толып атқан қазір телефондары бар, көрсетеміз. Солар арқылы кез келген арыз шағымды айтуға болады. Және бір мықтылығы, олардың барлығы фиксируется, бірден жазылады. Ана қабылдаған, байқасаңыздар, телефонмен хабарлассаңыз, бәрі жазылады ғой. Ол не үшін жазылады? Ертең ол контрольға алынады. Анау орындаушы оны орындады ма, жоқ па, сол күйі қалды ма деген сияқты. Азаматтардың қоғамдастықпен әріптестікті дамыту. Мына жаңағы мен айтып отырмын, біз азаматтық қоғамды дамытуымыз керек. Ол не деген сөз? Бәріміз белсенді болғанымыз дұрыс. Мына белсенді өмір сүру орталығы деген сөз, белсенді өмір сүру дегеніміз сол жай жаңағы спортпен айналысқан салауатты өмір салты дұрыс, бірақ мынау қоғамдық өмірде де сіздер әсіресе белсенді болып, ой пікірлеріңізді айтсаңыздар, жастарды онша тыңдамау мүмкін. Біздің халқымыздың өзінің дәстүрі, ақсақалдарымызды, үлкен кісілерді тыңдау, ол міндетті түрде бізде дәстүрімізде бар. Сондықтан осы белсенділікті ынталандыра отырып, енді осы мәселелердің барлығын іске асыру үшін мен жаңа айтып өттім, мынау Серпін әлеуметтік ұлттық қоры Астана қаласы әкімдігінің ішкі саясат басқармасының тапсырысымен мынандай әлеуметтік жобаны іске асырайын деп жатыр. Қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілету жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу. Міне осы әлеуметтік жоба аясында сіздермен біз байланыста боламыз. Бүгін бастап жатырмыз. Міне мына анкета таратып жатырмыз, мынандай памяткілер таратып жатырмыз. Сіздермен кездесіп осындай әңгіме жүргізіп отырмыз. Назар аударсаңыздар мына слайдқа. Бірінші кешенді әлеуметтанулық зерттеу жүргізу. Яғни біз қаншалықты осы заңдарды түсініп жатырмыз, біліп жатырмыз, қандай көмек керек, жалпы халықтың көңіл күйінде қандай ой пікірлер бар, соны білу үшін әлеуметтанулық зерттеулер осындай мына анкетирование арқылы жүргіземіз. Сарапшылық сұхбаттар сериясын жүргіземіз. Қазір енді біздің сандуғаш баршаңыздан біраз кісілерден осындай сұхбаттар алу мүмкін. Одан бас тартпай өздеріңіз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Ақпараттық түсіндіру іс-шаралары міне қазір өткізіп отқанымыз, енді сіздерге түсіндіріп отырмыз деп айтпай қойық, ұят болар, бірақ кездесіп ой пікір бөлісіп отырмыз. Содан кейін құқық органдарымен кездесу, мына полиция департаменті, адвокаттар, сот өкілдері, прокуратура өкілдерімен сіздермен кездесу өткізуге біз жоспарлап отырмыз. Келесі жолы, мысалы сіздермен сондай орган өкілдерімен кездесу, жаңағы галстуксыз кездесулер форматында өткіземіз. Қысқа форматтағы медиа контенттер әзірлеу, мына біз түсіріп жатқанымыздың барлығы, осы кездесулер, біздің айтқанымыздың барлығы видео түсірілім жасап, әлеуметтік желіде таратылатын болады. Ертең сіздер Facebook, Instagram, YouTube арналарында сіздер өздеріңізді көресіздер, және басқа жерде болып жатқанда барлық түсірілімдер бойынша әртүрлі жақсы ақпараттар алып, белгілі бір үлкен корпоратив осындай байланыста болуымыз мүмкін. Сондықтан білесіздер, қазір ақпарат құралдары өте үлкен рөл атқарады. Бұрында өзі пресса деген төртінші билік деп айтатын. Қазір енді одан да рөл күшейіп кетті. Әлеуметтік желі деген шықты. Қазір әлеуметтік желі дегенде қазір кез келген министрді, кез келген әкімді бытышын шығарып жаңағы сынап жатады. Оның ішінде дұрысы бар, дұрыс емесі бар. Бірақ бәрібір әлеуметтік желі әркімнің өзінің парақшасы бар, білесіздер. Ол парақшаға не жазатынын өзі біледі. Әрине белгілі бір шектеулер бар, бірақ өзінің ой пікірін айтуға әркімнің құқығы бар. Оған енді назар салмасқа тағы да болмайды. Сондықтан осындай үлкен блогерлер қазір үлкен әлеуметтік саясат жүргізетіндей деңгейге келіп жатыр. Яғни қарап отырсаңыздар, ситуация кәдімгі жағдай әжептәуір өзгерген.
Міне сондықтан бүгінгі келген сіздерге мақсатымызды мен айтып шықтым, яғни Конституцияның басты баптарымен назар аударту және мынау заң мен тәртіп тұжырымдамасының негізгі қағидаттарын айтып өттім, және осыған сәйкес біз өздеріңізбен бірлесіп атқаратын қоғамда заң мен тәртіп идеологиялық ілгерілету деген әлеуметтік жоба аясында алдағы уақытта сіздермен бірлесіп атқаратын іс-шаралардың бағыт бағдарына мен тоқтадым. Сұрақтарыңыз болса сұрауға болады. Гүлнар Айдарқызы Есімсейітова, осы орталықтың келушісімін. Менің сұрайын дегенім, мына бізді халықты көбіне мазалайтын әлеуметтік мәселелер. Заңды біз осыған дейін шынында заңнан біз білмейміз көп нәрсені. Сауатсыз біз, сол сауатсыздығымыздың арқасында біз ұрынып қалып жатырмыз, қарызға да кіріп жатыр халық мысалы. Енді сауаттылықты енді осындай жиі өткізсеңіздер, бәлкім біздің заң жүзінде сауаттылығымыз артатын шығар деп ойлаймыз. Енді менің қоятын сұрағым, жаңа бірінші айтқан баптарыңызда адам құқығы туралы, адамның мүмкіндіктері туралы айттыңыз. Мемлекеттің қорғанышында болады деп. Қазір ақпараттың бәрін тарататын әлеуметтік желілер ғой. Әлеуметтік желілерде блогерлердің сөз айтқанына қамалып жатыр, сотталып жатыр дегенді біз көп оқимыз. Біз уже интернетке кіріп пікір айтуға қорқамыз. Пікіріміз дұрыс болмай қалса, сондай жағдайға ұшыраймыз ба деп. Енді мемлекет ол тарабынан қандай нәрсе шара қолданады? Қалай олар сөз бостандығын пайдалана алады? Сөз бостандығы деген ұғым бар ма мына заңда өзі көрсетілген қазіргі жаңа нұсқасында? Сол туралы айтып берсеңіз. Сөз бостандығы деген ол адамның басты құқығы, оны біз мойындауымыз керек, Конституцияда да жазылып тұр. Бірақ енді заң дегенде бар, тәртіп дегенде бар. Сол сөз сөйлегенде, айтқанда жалпы мемлекеттің беделіне нұсқан келмейтіндей, жаңа ұлтараздық тудырмайтындай, халықтың арасында бір қатты негатив тудырмайтындай сөздер айтылатын болса, оған ешқандай да шектеу болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені егер ол бір позитивті болатын болса, ұсыныс есебінде мынаны былай қылайық деп айтылатын болса, оған ешкім еш уақытта бір сол үшін жаңағыдай кері бір іс-әрекеттер жасалады деп мемлекет тарапынан мен ойламаймын. Мысалы, қазір сіздер айтуларыңыз мүмкін, ұсыныстарыңызды ол тек қана қолдау табады. Ал енді бір жаңағыдай сіз айтқандай бір шара қолданылып жатса, ол жерде біз білмейтін бір себептер болуы мүмкін. Біз оны білмейміз. Оны заң органдары қарайды, оның астары болуы мүмкін, бұлай оның сыртқы формасы керемет әдем болуы мүмкін, бірақ ар жағында белгілі бір жаңағы нұсқан келетіндей жағдайлар болуы мүмкін. Жайдан жай адамның сөз бостандығы шектелінбейді. Сондықтан бұл жерде нақты бір нақты факті болмаса, қазір айту қиын. Мысалы, кімді айтып отқаныңызды мен білмеймін. Мысалы, біреуді айтсаңыз, оны сот шешеді, оны тергеу болады, оны зерттеу болады, сосын барып ақ-қарасы айырылады ғой. Ал енді бір үлкен жиналыстар болса, пікірталастар болса, сол жерде сіздер айтып жатсаңыздар, ешкімнің жеке басына жаңағыда оскорбление дейді ғой, ондай болмау керек. Ұлтқа намысына тимеу деген сөз бар ғой. Намысына тимеу, жаңа жеке басына зардап келтірмеу деген сияқты белгілі бір ұстанымдар бар. Солар бұзылатын болса, ол адам міндетті түрде оған жауап береді. Ал енді жалпы прогресске, позитивті ұсыныстар болатын болса, сындар болатын болса, қарап отырсаңыздар, біз өзімізде, мысалы, мен қоғамдық бірлестіктің төрағасымын, талай мемлекеттік органдарға хат жазамыз, болып жатқан кемшіліктерді айтамыз. Олар әрбір сөзімізге біздің жауап береді, тапсырма береді. Мынауыңыз дұрыс, ол бойынша мындай шара қолданылады, мынауыңыз дұрыс емес, сондай ақ-қарасын айырып бізге жауап беріп отыр. Қазір мемлекеттік органдар жауап беруге міндетті түрде өздерінің жаңағы міндеті бар. Соның барлығы мына заңда қарастырылған. Енді
конституция қабылданғаннан кейін заңға өзгерістер енгізіледі деп мен айттым. Ол міндетті түрде көп заңдар қайта қаралады. Мүмкін сол кездерде белгілі бір жақсы өзгерістер болуы да мүмкін деп ойлаймын енді. Мен Дүйсебек Әділхан мырзамен таныспын. Бұл кісінің несінде жаңағы подкастында 6 айдай біз мына Мира ханым басқарып отырған 6 айдай болдық сол жерде. Ғазиза ханым. Сонда көп деген тақырыптарда жақсы мағыналы әңгімелер болды. Жақсы кездесулер болды. Біз мысалы қарапайым халық қандай маман иелер болсақ та, көп жағдайда мемлекетімізде болып жатқан әртүрлі өзгерістерді, заңдарды, көп тармақтарын жақсы біле бермейміз. Ол өтірік емес. Соған қатысу арқылы біз бір шама терең деңгейде деп айтсам да болады. Мен өзім үшін солай болды. Сауатым ашылды. Мен сондықтан бұл ұлттық құндылықтар академиясының республикалық қоғамның бірлес төрағасына және сол серпін осы нені басқарып отырған Ғайза ханымға өте көп рахмет айтам. Сіздер ұлтымыз үшін, халқымыз үшін өте мәнді, мағыналы және түсіндіретін, түсінікті болатын, өзіміздің таза ана тілімізде жақсы тақырыптарда өзекті мәселелерді қозғап жатырсыздар. Және сіздердің бүгін біздің арамызға тағы да келіп отырғандарыңыз біз үшін өте жақсы мазмұнды жағдай. Себебі қанша дегенмен күнделікті тірлікпенен бәріміз анамыз, үйдегі көптеген күйбең тірліктермен көп нәрсені ести алмай қаламыз, көп нәрсені білмей қаламыз. Соның арқасында біз өзіміз тәртіп бұзушылар емеспіз. Дегенмен білместіктің арқасында біз бір нәрсені білдіріп қойымыз мүмкін, Сіздерге 1000 рет айтып жатса да, сіздер бөтен қоңырауларға жауап беріп қоясыздар. Құпия номерлеріңіз айтып қоясыздар. Соның артынан көп зардап шегіп жатасыздар. Сіздердің ұлдарыңыз, қыздарыңыз, жастар, осы сауатты адамдар күніге ескертіп жатыр, күніге айтып жатыр. Дегенмен сол кезде бір адамның санасында аналардың бір улау, аналардың бір өте керемет бізге біздің санамызды жаулау, олар да психолог қой, алаяқтар. Сондай бір нәрселер жүріп жатады. Сонда өзіңде байқамай қаласың, қалай торға түсіп қалғаныңда. Содан кейін бармағын шайнап өкініп, өмір бойы соның ақшасын төлеп отырасың. Сондықтан біз осындай хабарламаларға көп қатысуымыз керек. Және бітерістің қасына жақсы келер жанына деген халқымызда сөз бар ғой. Мынау 30-шы баптың өзгерістеріне мен қосыламын. Себебі бұрынғы кезде ол жерде балалардың құқықтары, адамдардың құқықтары көп айтылатында отбасылық неде жаңағы заңдарда. Сонда біз көп жағдайда ұстаздар таяқ жеп жататынбыз. Қанша дегенмен соны білмейді екенбіз. Барлық оқушылардың жаңағы тәртіпсіздігіне, олардың бұзықтығына, сабақты оқымайтынына, бір нәрсені білдіріп қоюына. Мен 50 жыл мұғалім болдым, өмір таяқ жегемді содан. Жауап берем де жатам. Сөйтсем, енді шын мәнінде ата-ана жауап беру керек қой. Біз білім беруіміз керек, тәрбиелеуіміз керек, ұлттық патриотизмге тәрбиелеуіміз керек, отанды сүюге, ана тілін сүюге, ата-ананы сүюге. Бірақ біз енді баланың барлық тәртібіне, оның жаңағындай бұзықтығына жауап беруге міндетті емеспіз ғой. Біз бірінші білім берушілеріміз ғой. Сол ата-ананың құқының жартысына біз жауап бергенбіз ғой соққа дейін. Енді қазіргі жаңа заңда мынау ата-ананың құқы, яғни қария болған, жасы келген, кішкене денсаулығы нашарлаған, шамасы келмей қалған, әл-қуаты азайып қалған, ата-анасына қарамай кететін жастар көбейді ғой қазір. Жаңа қарттар үйіне барып тастайтын. Сонда мынау заңның бір жақсылығы, бұл біздің ұлттық мыңдаған жылдар бойғы тамырымызда, қанымызда бар заңды қайтадан өзімізге қайтарып әкеп отыр. Бұл жерде ешқандай жаңалық жоқ. Себебі шетелдік саяхатшылар Қазақстанды аралағанда олар қатты таңғалған екен. Өткен ғасырларда, қазір емес. Неге таңғалған? Бұл соншалықты дәрежеде үлкеннің ақылын тыңдайтын, ата-анасын тыңдайтын, ең ерекше тыңдайтын қазақ халқы екен. Яғни үлкенді сыйлағанда,
үлкенді сыйласаң кейін үлкейгенде өзіңде сыйлы боласың деген қағидатпен олар үлкен адамдардың айтқанын екі етпеген, балалар әрқашанда тыңдаған, ата ананың айтқанынан жаңағы қате кетпеген, олар баласын жаман болсын демеген. Сонда олар таңғалып, бұлар қалай өздерінің ата аналарын күшті сыйлайды, үлкендерді қалай тамаша сыйлайды. Бұл халық ерекше халық екен. Бұл халықтың болашағы өте зор, үлкенді сыйлайтын мемлекет, олар болашақта гүлдейді деген екен. Міне біз сондай жағдайға жеттік қазір. Бірақ соның арасында бір әртүрлі жағдайлар болып, бір кішкене өзіміздің бағытымызды жоғалтқан кезде, шын мәнінде балаларымыз өзімізді тыңдамай кеткен, қарамай кеткен. Бізді керек десеңіздер көріп жатырсыздар ғой, әкесін ұратын, шешесін ұратын ұрпақта пайда болып жатыр. Міне осындай біздің жүрегімізді ауыртатын, қынжылтатын, өмір бойы балам деп алақанына салып, бар тапқан аузына тосқан, сол балам болса екен, балам ішсе екен, балам жесе екен, мен өзім дым болмасам да деген ата-аналардың үмітін ақтамай, соларға кішкентай сондай кішкене дұрыс қарамаған балаларға осы баптағы соңғы қосылған тармақ мен ойлаймын өте дұрыс деп. Сондықтан біз бүгінгі болып жатқан мынау кездесуге ризамыз және көп сауатымыз ашылады. Содан кейін мен мынандай соңында бірақ сұрағым бар. Сіз ұлттық құндылықтар академиясының бірлестігінің төрағасысыз ғой. Қазір айтып жатыр. Мынау құрылтай, оған сайланатын жаңа құрылтайға саналатын депутаттардың барлығының тізімі шықты. Оған көп адам кандидат, бірақ қаншалықты біз қай партияға дауыс берсек, сол көп дауыс берген партиядан көптеген адамдар өтеді да, азырақ дауыс алған адамдардың азырақ өтеді. Ал ол өтетін, өтпейтін олар өздері шешетін сияқты. Енді мынау нелер жаңағы кеңес дедік қой, халықтық кеңес. Осы халықтық кеңес қалай сайланады? Оған біз дауыс бермейміз ба? Және оны сайлаудың тетігі қандай? Сіз сол неге кіресіз ба жаңағы халықтық кеңеске? Деген сияқты мен сұрағым бар. Соны түсіндірсеңіз. Халық кеңесі енді мынау қазіргі конституцияның тәртібі бойынша президенттің құзырында. Президент өзінің жарлығымен сол халық кеңесін құрайды. Әрине ол кісі енді жалғыз өзі емес, жан-жағында кеңесшілер бар ғой. Сол арқылы ол халық кеңесі мына бұрын құрылтай болды ғой. Құрылтай болды ғой, 6 ма несі өтті. Сол сияқты. Яғни ол жерге қоғамдық белсенділер, әртүрлі саланың мамандары, осы ақыл кеңес айтатын, ақылы толысқан, ұлтына қызмет етіп, беделге еге болған сияқты мүмкін жазушылар кірер, мүмкін қоғам белсенділер кірер, үкіметтік емес ұйым өкілдері, солар барынша қамтылады деп ойлаймын. Сондықтан оған жаңа мен кірем деп немесе жаңа сайлау өтпейді. Солай тәртіп енді. Сондықтан халық кеңесінде кім болатыны әзірге ешкімге белгісіз деп айтуға болады. Саны бар ма? Саны қанша? Саны қанша еді? Мен ұмытып қалдым, неде бар шығар. Бұрынғы құрылтайдың прообразы ғой енді. Бұрын құрылтай жаман болған жоқ, байқайсыздар ма? Құрылтай өте жақсы. Қандай керемет жерде Ұлытаудан басталды. Түркістанда өтті, киелі жерлерде. Қызылордада болды, Атырауда болана Сарайшық деген хандардың ордасында. Одан кейін Бурабайда болды. Өте сондай киелі жерлерде әдейі өткізіліп, сол жерде ол ешқандай заң шығарып атқан жоқ. Бірақ сол жерде ақыл кеңес құрып, баяғы өзіміздің ата-бабаларымыздың салт дәстүрімен құрылтай құрып, барлығы сол жерде де құрамда жаман болған жоқ. Құрамдағы да мықты кісілер ұсыныстарын айтып, соның негізінде біраз ұсыныстар парламентке кіріп, заңға айналды, тәртіпке айналды деп айтуға. Ассаламу алейкум көпшілік. Аузубиллахи минаш шайтанир разим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына дінімізде үлкен сұрақтар қойылады да. Біз қалай ел боламыз? Сонда үлкен кісілер ғұламалар айтады. Ел болу үшін Құранда барлық нәрсе шешіліп қойған. Біз мына діни дәстүрдің бәрін жинақтап, мектептерге, детсадтарға, барлық жерлерге діни сабақ өтуін керек. Сонда ғана түзеледі. Ол заң шығарғанмен бәле болмайды. Біз социализм өмір сүрдік. Адамда адам олардың еңбек. Ажырасу жатқанда бәленің бәрі еңбекте. Еңбек жоқ қазір.
бәрі шалқып ата анасының артында өмір сүреді. Нанның қадірін білмейді, ата ананың қадірін білмейді. Сол үшін адамды адам қылатын еңбек ол социализм ең жақсы. Социализм мемлекет болу керек, әлеуметтік мемлекет, жаңағы зайырлы мемлекет болмайды, ол зәлім мемлекет ол. Баяғы галстук таққанда келеді. Мен өзім барлық жерде айтып отырамын, мен грузчикпін да. Соны мақтан қыламын, бір жерлерде айтамын, біреулер мақтана береді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқашан жалғыз жүрмеген, жалғыз шайтан. Шөл далада кетіп барады, дихандар бар, бұрылды ғой. Сөйтті дағы жерде уағыз айтып отыр еді. Бір кісі қолын жасыра береді. Сіз қолыңызды жасыра бересіз деді. Мен диханшылық істеп деді, қолым қарайып кеткен, қолым күсіп барады деді. Содан ұялып тұрмын деді да. Содан кейін ол кісі айтты, қолыңызды беріңіз деді. Сөйтіп қолын беріп еді, оң қолын ұлы жүзіне сүртті. Міне алал қолдар деді. Адамды адам қылатын еңбек ол қанша жаң шыққанмен еш нәрсе болмайды. Еңбек орнын көбейту керек, социалистік мемлекет болу керек. Үйсіз, күйсіз жүрген нәрсе адам болмау керек. Еңбексіз адамды, еңбек істеген адамды барып соттау керек. Социализм ең жақсы жолы. Бізді соған үйретіп кетті социализм. Біз сол дәуірде өттік. Адамды адам қылатын еңбек ол мың жерден заң шыққанмен еш нәрсе болмайды. Жалпы дін мен мемлекет екеуі дербестікті сақтайды деген қағида бар Конституцияда. Біз зайырлы мемлекетпіз деген сөз бар, көріп отырсыздар. Ол жаңағы 4 қағиданың ең үлкенінің біреуі зайырлы. Жалпы дінді ешкім теріске шығармайды. Ол үлкен тарихи мәңгілік құндылық. Бірақ әркімнің өзінің құқығы, өзінің бостандығы аруға. Дінмен ұстанып, дін қағидаттарымен жүрем десе, оған ешкім қысым жасамайды. Бірақ мемлекет, одан бөлек мемлекеттің өз саясаты бар. Ол дінге қысым жасамайды, өзі екеуі параллельно жүретін болып отыр. Сондықтан әркімнің ар-ождан ішкі өзінің жүрек қалауымен дінді ұстанып, діннің салт дәстүрімен ешкім оны жалпы мұсылман діні керемет дін ғой, философия, оны әлем мойындап жатыр қазір. Бірақ артық кетіп қалатын фундаментализм деген нәрсе бар, оны да көріп отырсыздар. Ол жаққа кетіп қалуға болмайды, сондықтан ол мемлекет жайлап оны белгілі саясат арқылы жүргізіп отырады. Еңбек мәселесін ол кісі өте дұрыс айтты, 100%, 200% қосылуға болады. Қазір біздің балаларымыз, енді қоғам сондай болды, әсіресе қаланың балалары мына гаджеттен басқа ермегі жоқ болып кетті. Мен ойлаймын, енді қаланың балалары қандай жұмыс істеуі мүмкін? Қазір көріп отырсыздар, мектептің балалары әлгі не дейтін еді, ана доставщик жүретіндер. Курьер болып отыр, байқайсыздар ма? Кәдімгі балдар еңбек ету, курьер болып, енді басқа қандай жұмыс болуы мүмкін? Бары машине жуу мүмкін, заправкада істеуі мүмкін, тағы бір жерлерде сауда саттық. Жап-жас қыздар, паркке барсаңыздар, оқушы қыздар, не сатып тұр? Мороженое сатып тұр, әртүрлі. Тамаша. Вот сондайларға балалар өздері барып қызмет. Енді қаншама біздің жастарымыз мына ресторандарда қызмет жасап жүре. Ол да енді қаланың тірлігі ғой. Ал ауылдың балаларының тірлігі бөлек, сөз жоқ, ол әке-шешесіне көмектесіп, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы. Бұрын қалай көмектесті, қазірде солай көмектесіп жатыр деп ойлаймын. Бірақ еңбек тәрбиесін күшейтуіміз керек. Жапонияны білесіздер, ең мықты дамыған ел, айтудан жалықпаймыз. Ана кішкентай бастауыш балдарына пол жудырады қолмен. Біздегі балалар қазір үлкен өздеріміз сияқты апайлар пол жуып атса, тряпкасын теуіп кетіп, шелегін теуіп кететін балалар бар. Ол сұмдық енді. Сондықтан жалпы, мысалы, мен жеке пікірім, шынында да адамды адам еткен еңбек деген қағиданы ұстануымыз керек. Балаларды максимально еңбекке салуымыз керек. Оның әбестігі жоқ. Мектептегі еңбек сабағын күшейту керек. Мектептердің жанында учаскелер болу керек. Әлгі жылыжайлар болу керек, бақ өсіру керек. Сондай нәрселерді мектепте күшейту керек деп оны айтып жатырмыз. Алдағы уақытта болады шығар. Біздің балалар сосын, жазғы демалыста жоғары кластың балаларының бәрін еңбек несіне тартып, оларға кәдімгі 45-50 сынға дейін айлық төлеп жатыр. Олар мектептің айналасын тазалайды, талдарды реттейді. Сондай көптеген жұмыстар істейді. Соған кәдімгідей балалар жаңағыдай ақша табатын болғаннан кейін қалады. Кәдімгідей жұмыс істейді. Оны ұйымдастырып жатыр қазір, бірақ көп емес енді. Көп емес, соны көбейту керек. Сондай тәжірибелер бар. Мен бір тәжірибені айтайын. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Есік деген қала бар. Сонда 2 мектеп бар. Біз осының академияның бір нелесі, базалық мектептер. Сол 2 мектепте мынау Калифорния шлаушын деген бар. Мынада құрттар ғой. Солар мына әртүрлі өсімдік, шөп шалам, қалдықтарды неғысы соны
өңдеп гумус жасайды, гумус. Көң дейді ғой қазақша, гумус керемет. Сол көңді өндіріп, гумусты өндіріп, сол арқылы гүл, ағаш, мынандай керемет өнім алып жатыр. Соны сатып жатыр олар. Шылаушының өзін сатып жатыр, одан өндірілген өнім сатып жатыр. Екі мектеп кәдімгі капитал жинап жатыр. Соны біз қазір не қылып жатырмыз, насихаттап, басқа жерлерге де сондай жұмыстар жүргізсе, ал сол кездегі балалар ақша тауып, бұзылып кеткен жаңағы ой мына адам болмайды деген балалар сонымен айналысып мынандай болып жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Адамды адам еткен еңбек деген сол. Ана балалар еңбектің арқасында адам болып жатыр. Соны біз көрсетіп жатырмыз. Қазір еріктілер ше мысалы. Иә. Ол жоғарғы оқу орны студенттері, содан кейін өздеріңіздің Волонтерлар. күміс еріктілер, мына Ләззатхан басқарып жүрген. Неге күміс еріктілер? Өйткені біздің шашымыз ағарды ғой енді. Зейнеткерлер деп анандай мынандай деп айтпай, күміс еріктілер. Қазір де мысалы барлығы көмек беріп жатыр бәрі. Келген кеткен адамдарға жол көрсетіп, оларды отырғызып, тұрғызып, қазір сөйтіп. Ол да жақсы, иә. Енді өкінішке орай қазір колхоз, совхоз бұрынғылар жоқ. Бұрын бәрі кәдімгідей жұмыс істейтін еді. Мынау Францияның өзі мықты дамып кеткен ел ғой, жаңа Жапонияны айттым. Солар міндетті түрде ана каникулдың кезінде оқушыларды ауылға фермаға апарады екен. Жаңа қаланың балдарын апарып, ана малдың астындағы боғын тазалтады екен керек болсын. Бір апта лагерь сояққа өмірді көр. Соған балалар с удовольствием барады дейді. Сол сияқты еңбектің ешқандай зияны жоқ. Ал енді Жапонияның соншалықты дағдыланған ана әлем чемпионатында, ана Дохада болды, Катарда. Биыл қайықта болды, Америкада болды. Жапонияның болельщиктері бүкіл стадионды тазартып кетіп жатыр. Не деген керемет? Иә, жеңіліп қалса да, ренжіп жүрсе де тазартып жатыр. Сондықтан сондай жақсы үлгілерді алуымыз керек. Ол жағын еңбек тәрбиесін күшейтуіміз керек, бұл кісі дұрыс айтып жатыр. Бізде балалар жалқау, бірін-бірін боқтап, көшеде не істерін білмей қаңғып жүрген бала көп өте. 70-80%. Солай ғой. Балалар өте көп боғау сөз айтатын болды. Бәрі орысша боғау сөз айтады. Ана сол халықтан үйрендік қой енді. Сосын бұзақылық жасайды. Не істерін білмей қаңғып жүрген балалар көп. Сосын мынау үлкен супермаркеттерде ана жалтыраған дүниенің ішінде әке-шешесінің ақшасын шашып, қалай болсылай жүрген балдар да көп. Солай ғой, қаңғып не істерін білмей. Мынаны шұқылап отыратындар көп. Оның орнына спортпен айналсын, еңбекпен айналсын, кітап оқысын, үйірмеге барсын. Соны енді әрине жұмыс жүргізіліп жатыр ғой. Жалпы жаман емес, біздің балаларымыздың басқа елдермен салыстырғанда біз айтамыз ғой, артта қалып кеттік. Бұлай анализ жасап қарасаңыздар, кейбір елдердің жағдайларымен қарағанда біздің еліміздің жағдайы Құдайға шүкір деу керек, жақсы болып келе жатыр. Мына жол салынып жатқанын қарасаңыздар, Астана мен Алматының ортасына жолмен жүріп көрдіңіздер ме? Міне жаңа Қазақстан деді мен өзім жүргенде. Риза боласың ана жолға. Өмірі болмаған жол. Енді мынау арқалықпен жол салайын деп жатыр. Арқалық деген өмірі артта қалып кеткен. Енді біздің Алаштың тұлғалары шыққан ел ғой, мысалы, керемет. Енді Арал мен Каспийдің ортасына жол салайын деп жатыр. Ана Бейнеуге қарай. Керемет үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан жақсылыққа сенуіміз керек. Болмайды. Әлемдік деңгейде бүкіл олимпиададан болса да ең бірінші орында алтынды алып жатқан біздің балалар. Егер біздің балалар тәрбиелеп, оқытып, жөнге салып, дұрыс. кішкене Табиғаты дұрыс қой біздің балалар. Бағыттасақ бар ғой. Қазақтың баласының ақылды бала жоқ қой. Енді Димаш пен Дастан Сәтбаевты айтсақ та жетіп жатқан шығар. Ал сұрақтарыңыз бар ма тағы? Рахмет. Ой пікірлеріңіз болса, сізге рахмет, қолдау білдіріп жатсыз. Себебі бізбен араластыңыз, көрдіңіз жұмыстарыңызды. Жалғастырамыз ғой. Біз айтып отырмыз, үлкен жоба басталып жатыр. Мынау жаңағы анкетирование қол қойып бердіңіздер ме? Көріп. Сосын мынаны көріп отырсыздар, қандай пайдалы ақпарат. Осын бәрін сіздерге береміз. Күнделікті мынаның ішінде бәрі жазылып тұр. Тіптен анау жол жүру ережесінің өзі қандай, қай жерде қандай бұзушылыққа бармау керек деген сияқты. Сондықтан сіздермен қоян қолтық араласып жұмыс істейміз. Сізге көп рахмет, сондай түсінікті тілде бәріміздің жанымызда сондай риза болып тұрмыз сөзіңізге.
сондай түсінікті, бәрі жақсы. Олай келгендер сөз сияқты бәрі айтып отырса, соған біз ризамыз. Қуанып қалдым, қатты қуанып қалдым. Сізге рахмет.